Sega туралы 10 дерек. Sega Corporation штаб-пәтері Шинагавада, Токиода орналасқан жапондық көпұлтты бейне ойын және ойын-сауық компаниясы. Оның Sega of America және Sega Europe халықаралық филиалдарының штаб-пәтері Ирвинде, Калифорнияда және Лондонда орналасқан. Оның үйдегі бейне ойындарын дамытуға арналған бөлімшесі қазіргі күнде 2020 жылдан бері жұмыс істейді. 2015 жылдан бастап осы уақытқа дейін екеуі Sega Games және Sega Interactive Co. Ltd деп аталатын бөлек ұйымдарды құрады. 2024 жылға дейін Sega ойын-сауық машиналарымен де айналысты. Sega Sammy Holdings еншілес компаниясы. 1983 жылдан 2001 жылға дейін Sega сонымен қатар бейне ойын консольдерін әзірледі. Sega компаниясының негізін американдық бизнесмендер Мартин Бромли мен Ричард Стюарт Нихон Гораку Бусан ретінде 1960 жылы 3 маусымда қойды. Көп ұзамай компания өзінің алдындағы Service Games of Japan активтерін сатып алды. 1965 жылы ол монеталармен басқарылатын ойындарды импорттаушы Rosen Enterprises'ті сатып алғаннан кейін Sega Enterprises Ltd деп аталды. Sega 1966 жылы өзінің алғашқы монетамен басқарылатын Periscope ойынын жасады. Sega 1969 жылы Gulf және Western Industries компанияларына сатылды. 1980 жылдардың басындағы аркада бизнесіндегі құлдыраудан кейін Sega SG-ден бастап бейне ойын консольдерін жасай бастады. және Master System, бірақ Nintendo Entertainment System сияқты бәсекелестерімен күресті. 1984 жылы Sega басшылары Дэвид Розен мен Хаяо Накаяма CSK корпорациясының қолдауымен басқаруды сатып алуды бастады. 1988 жылы Sega Mega Drive шығарады. Солтүстік Америкада Genesis ретінде белгілі. Mega Drive Жапониядағы бәсекелестікке қарсы күресті. Бірақ Genesis 1991 жылы Sonic the Hedgehog шыққаннан кейін шетелде табысқа жетті және ақш-тағы негізгі бәсекелес Super Nintendo Entertainment System'ті қысқа мерзімде басып озды. Кейінірек 10 жылдықта Sega 32X, Saturn және Dreamcast консольдері сияқты бірнеше коммерциялық сәтсіздіктерге ұшырады. 2001 жылы Sega үшінші тарап әзірлеушісі және баспагері болу үшін консольдерді шығаруды тоқтатты. Және оны 2004 жылы Sammy корпорациясы сатып алды. 2020 жылы Sega Games және Sega Interactive біріктіріліп, Sega корпорациясы деп өзгертілді. Sega бірнеше миллиондаған сатылған ойын франшизаларын шығарды. Соның ішінде Sonic the Hedgehog, Total War және Yakuza Sonic Segaның бойынтұмары халықаралық деңгейде танылды. Sega Virtual Fighter және Initial D Arcade Stage сияқты ұзақ мерзімді сериялары бар әлемдегі ең танымал аркада ойындарын өндірушілерінің бірі. Оның атауы мен бренді ойын-сауық аркадаларын басқаратын және басқа ойын-сауық өнімдерін, соның ішінде Sega ойыншықтарын шығаратын еншілес компаниялар үшін пайдаланылады. Дегенмен бұл негізінен бөлек кәсіпорындар. Sega өзінің бейне ойын консольдерімен, креативлігімен және инновацияларымен танымал. Соңғы жылдары ол өзінің іскерлік шешімдері мен шығармашылық өнімнің сапасы үшін сынға ұшырады. Кіріс өсімі 247,7 миллиард йен, 2020 жылға операциялық кіріс өсімі 14,8 миллиард йен, 2020 жылға қызметкерлер саны 3459, 2023 жылғы наурыз айына. Назарларыңызға рахмет.